қалдарыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Жақсы, бәрі жақсы. Кездесу болды ма? Олса ханым, кездесу, иә, Фото болды. видео бар? Бар. Көріп алайық, Шамалы кездесу тренинг қалай шаршағанымыз бар. И мына жақта бір ұзақ әңгіме болды. Негізі өмірімде мен көп сөйлейтін адам ғой. Өмірі былайда, бірақ та бірінші қыз көрдім. Мені кәдімгі дейді, тұра тұр деп, мен айтамын деп ше. Сондай өзінің историялары. Мен негізі сұрақты кәдімгі тізет қоямын кәдімгі. Қалай бар? Мынандай сұрақтар қойдым. Ата-анаңызбен қарым қатынасыңыз, хоббиіңіз, жақсы көретін гүлдеріңіз, сосын жаңағы айтып отырмын, бұрынғы соңғы отношение, сол отношениядан қандай үлгі алдыңыз, не заттан қорқасыз, барлығын сұрадым. Барынша откровенно сөйледім. Неден қорқады екен? Адамға жаңағы сені қатты сенуден қорқады екен. И және де болады ғой, бұрында айтады, мен ер балаларға жалтақтайтынмын дейді. Жалтақтағанда андай жылылық іздейтінмін дейді. Андай ағамнан, әкемнен деген сияқты ше. Сол болады ғой, окружениедан. Мен дұрыс жеткізе алмай жатқан шығармын, бірақ та қазір мен өзімді аяққа тұрғыздым дейді. Мен қазір өзім бизнесім бар деген сияқты. Мен ешкімнен ештеңе сұрамаймын. Мен қазір еңсемді биік көтеріп жүре аламын деген сондай өзінің маған мынық адамын айтқан. Сіз білдіңіз бе, сөйлестіңіз бе? Әділет қандай екен? Оңашада әңгіме айтқан кезде Жақсы бала? Жақсы бала. Балауса ханым. Балауса ханым, андай нәрсе болып жатыр да, жаңа көрдік. Мен артық сөйлегім келіп отқан жоқ. Дальше де жалғастырғым келіп отқан жоқ. Осы жерде егер Айгүлде сезім болатын болса, Әділетте сезім болатын болса, мен третий лишний болғым келіп тұрған. Жоқ, Балауса ханым. Бұл жерде дұрыс түсінбей қалған шығар. Біздер кеше әңгіме барысында, бір кездесу барысында Айгүл туралы бір әңгіме болған жоқ. Неге болған жоқ болды бізде? Сен сұрадың ғой, мына жаңағы TikTokта видеоларда. Қаршы, мен негативсіз, иә? Айта ғой. Короче, біздер болады да, неге мен телефонымда жаңағы Индиядан хабарласып жатқасын, мен жаңағы отыра алмадым тыпыршып. Сосын телефонымды өшіріп тастадым да, сосын әңгіме айттым. И жаңағы видеолар туралы айтады. Бірақ та мен түсінбегенім, Балауса ханым, таныстықта бір әлі 6-7 сағат өткен жоқ, да? Просто андай адамда уже қатты қызғаншақ екен. Неге олай деп ондай болады ғой. Мен шал сыйлаймын оның. Өйткені ол мен таңдап келіп тұр. Мысалға біздер үміткерге деп үміткер болып қарамаймыз. Мына жерде отырған бәріміз де үміттіміз сол затқа. Мен сыйлаймын. Әділет, тоқтаңызшы, сұрайын. Индира, сіз эфирге осы жерге шыққанға дейінгі әңгімеге байланысты айтып отырсыз ба? Әлде кешегі әңгіме? Жоқ, жаңағы. Жоқ, жаңағы Айбатпен отқан кезде де қорғаштап жатыр. Айтады да, типа, кешірші енді, Әділет, мен өйтіп не істегім келмеді. Кеше арамызда болды әңгіме. Просто клубника в шоколаде жіберіп жатыр. Оны мен білген жоқпын. И еще андай мына жерде отқан кезде Айбатпен андай болып жатыр да. Если честно, мен дірілдеп сөйлей алмай жатырмын. Нештан? Мен білемін ғой, сен қалай сөйлейтініңді. Мен өмірімде өте ашық қыз. Кәдімгідей барлығын ештеңе жасырмайды. Индира, четко, ясно айтқанды қалаймын. Пожалуйста. Мен сенімен ренжітмей тұрған жоқ. Бірақ та сен өзіңнің ойыңды айтып кетуің керек. Бірақ кетпеуің керек. Айтуың керек. Болды. Мен де саған осы айтқам, айтуың керек, давай. Әділет, сіз қызық болдыңыз ғой. Жоқ, андай да. Біз кеше қатты андай ашық әңгіме айттық та. Күшті болды андай бір. Қалай осылай дамайын. Мен алып айтады. Содан сене алмай отыр ғой. Бүгін неге Бекзатпен таныстықта Бекзат андай бір басқаша болды дейді. Былай мен көп әңгіме айтқан жоқпын дейді. Наоборот, Бекзат әңгіме айтты дейді. Бекзатты жамандаған жоқ. Бір адамды жамандайтын қасиет жоқ екен. Мысалы бізде боламыз ғой, тасташы дейтін. Жоқ. Жақсы. Индира, сіз жаңағы таныстықты тоқтатқыңыз келіп тұр. Араларында сезім бар сияқты деп түйіп отырсыз, солай ма? Просто жаңа мен шығам дегенше күшті настроениемен келдім. Айтам, прям күшті настроениемен келдім. И ар жақта сұрайды ғой, сол кезде мен айтып жатырмын ғой. И бір кезде
қарсы алды, жігіттер де қыздар да. Иә. И мен бәрінен хал жағдайын сұраймын, не болып жатыр, кімнің настроениесі жоқ қасына келемін, бір көбісі мен андай подлизывать етіп жатыр деп ойлайды. Кімнің настроениесі жоқ, мен всегда қасына барамын. Мысалға аягөзді айтамын, менің байлығым деймін, Заринаны рухани байлығым, Мадинаны менің денсаулығым деп, Жансаяны қылықтың бәрін ұсын кешегі Айгерім бар ғой, қатысушы, оған айтамын ғой, менің қорғанышым деп заңда жұмыс істейтін боласың. Айгүлге не дейсіз? Екінші анашым дейді ғой. О, Айгүлге ештеңе айтпаймын, өйткені біздер. Ау? Әділет. Доре деп айтамын. Енді Оның гүлге қандай қатысы бар? Мен айтып отырмын ғой, мен всегда поддержка берген жақсы көремін. Кеше әңгіме барысында қандай гүл жақсы көретінін сұрадым ғой. Сирен дейді да, мен айтып приколсам, сирен алдың ба дейді да. Менен сұрап тұр да, мен сұраған затты в моменте алып беретін болсам, эмоция болмайды. Сосын айтады, сирен деген мынандай болады, жігіттер қыздар дейді ғой. Жарайсыз, айтқан екен, елеп ескеріп бірден сыйға тартып жатырсыз. Таныстық туралы сұрайын. Қоя тұрмын. Қазір ұстай тұрсаңыз болатын сияқты. Әділет, таныстық туралы сұрайын. Жақсы. Просто үлкен екенмін, мен сөйлеуіме мешет етіп жатыр. Таныстық жалғаса ма жоқ па? Кім айтады? Енді ешкімді үміткердің шешімін қабылдаймын. Иә? Саған көп-көп рахмет келгені. Мен айтса салайын ойымды? Ұрыспашы. Жоқ, мен жауабын естіп. Таныстық тоқтайды. Оны біліп келдім негізі. Өйткені неге жаңа эфирде Айбат екеуі андай болып жатыр да. Айбатқа келіп, мен үміткер болып келдім, мен қасынан табылдым дейді да. Өйткені мен таңдап келдім дейді. Ал мен Әділет таңдап келдім ғой. Ал мен таңдап келгенім қайда қалды? Айтам. Просто мен бұл жерде мен Әділет үшін емес, мен екінші рет келіп отырмын да, батылдықпен ше. Бұл жерге бірінші рет келуге де қорқатындар бар. Мен екінші рет Әділеттің өзіне де айттым. Әділет, мен екінші рет келіп тұрмын, ойнап келіп тұрған жоқпын. Сосын жаңа айтып жатыр қызғаншақ деп. Қызғаншақтықта емес, мен өз-өзімді сыйлаймын. Мен келдім, маған келген кезде третий лишний болмау керек. Мен сол үшін алдыңғы таныстығым солай тоқтаттым ғой. Ол нәрсе қайталанған қаламадым да, сол үшін мен Әділетке түсіндірдім. Және де Индира, сіз түсіндіңіз, сол бойынша тоқтатады деп сіздің де тарапыңыздан солай болған сияқты. Енді таныстықтарыңыз тоқтады, сіздің тарапыңыздан тоқтады. Жақсы, біз құрметті көрермен, біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз.